Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін пайдалы тағаммен бөліскім келіп отыр. Леш балығын табада қуырамыз. Бұл балық өте пайдалы, үлкендерге де, балаларға да. Ол үшін балықтарымызды алып, жақсылап, тазалап, іш құрылысын, қанаттарын кесіп тастаймын. Енді тазалаған балықты өстіп, тіліп тұз жағамыз да 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, өстіп балықтарымызды салып, майды аз мөлшерде құямыз. Өстіп екі жағын аударып отырып, қызарғанша қуырамыз. Рецептін ұнаса мен каналымды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Міне балықтарымыз өте әдемі. Болып қуырылып жатыр. Еті өте жұмсақ. Иісі керемет. Ал міне әдемілеп қуырдық. Екі жағын аударып отырып, әдемілеп қуырғаннан кейін осындай әдемі түске енді. Ыдысымызға салып, жанына укроп, пияз қойып, дастарханға қойсаңыздар болады. Ас болсын достар. Каналымда көріскенше сау болыңыздар. Мені қолдауды ұмытпаңыздар. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.